Қайырлы күн, жусай қосылған ащы аджика. Қызыл болгар бұрышын жуып, кесіп, ішіндегі дәндерінен тазалаймыз. Ащы бұрыштың тек сабағын ғана кесіп аламыз, ішіндегі дәндерін қалдырамыз. Чесноктың да қабығын аршып тазалаймыз. Жусайды да жуып, тазалап, майда етіп тураймыз. Болгар бұрышын ет тартқыштан өткізіп, үлкен ыдысқа құямыз. Ащы бұрышты да ет тартқыштан өткізіп, болгар бұрышына қосамыз. Сарымсақ, яғни чеснокты да өткізіп, қосып, майдалап туралған жусайды да қосып, 2 ас қасық тұз саламыз. Тұзы ерігенше жақсылап араластырамыз. Сұйық майды қосып араластырамыз. Жусай аджикаға ерекше дәм береді. Аджиканы банкаларға құйып, бетін жауып, тоңазытқышта сақтаймыз. Баклажкаға құйып, мұздатқышта сақтасаңыз да болады. Жасап көріңіз, ас болсын.